Алланың құдіретіне шек жоқ қой сірә. Таң қалудан жалықпаймын. Бүгінгі естіген оқиғамды баяндап берейін. Ақмаржан мен Ержан бір мектепте оқыды. Ержан Ақмаржаннан 2 сыныпқа жоғарыға оқыған екен. Ес білгелі Ержан осы қызға ғашық. Бұлай айтқанда, бүкіл мектептегі жігіттер ғашық десем болады. Ақмаржан өте әдемі қыз. Тал бойында бір міні жоқ. Көркіне ақылы сай, биязы, салмақты, сабырлы. Ержан ауылдағы бір дөкейдің қара домалақ баласы. Не ішемін, не кием деген уайым жоқ. Жағдайының бәрі жасалған. Бірақ соған қарамастан өте қарапайым, баймын деген уыр көкіректік бойында жоқ. Ал Ақмаржан қарапайым отбасынан шыққан қыз. Отбасында ата-анасы және өзі ғана бар. Ержан мектепте жүргенде неше рет сөз айтып Ақмаржанды еш қарата алмайды. Кейін өзі мектеп бітіріп, жоғарғы оқу орнына түседі. Ал Ақмаржан 2 жылдан соң бітіріп, қалаға оқуға келеді. Мектеп бітіргенін күтіп жүрген Ержан қалаға келген Ақмаржанды торуылдауын қоймайды. Бірақ алып қашып та кетпейді. Тек Ақмаржанның өзіне сезімі оянуын күтіп жүр. Күнде тәттілер мен гүл шоқтарын әкелуді жалғастыра береді. Ержанның қоймайтын білді ме, әлде өзін Ержаннан артық жақсы көретін жігітті таппайтын түсінді ме, Ақмаржан Ержанға өз келісімін берді. Ержан жоғарғы оқу орнын бітірген соң екеуі үйленді. Ақмаржан одан әрмен оқуын жалғастырды. Барлық оқу ақшасын Ержан өзі төлеп тұрды. Ақмаржан ешқандай қиындық көрмеді, алақанында салып жүрді. Өзін емес, өзіңді сүйгенге шық деп бекер айтылмапты. Жыл өтіп тұңғыш перзенттері дүниеге келді. Ақмаржан ұл босанды. Ержан өзін ізін жалғастырушы келді деп қатты қуанды. Ұлы 2 жасқа келгенде Ақмаржан қатты ауырып қалды. Тексерілсе қанында бір өзгеріс бар болып шығады. Дәрі дәрмекпен жүресің, енді босанбайсың, босануға болмайды деп дәрігерлер қатаң ескерту жасайды. Ержан да келіншегін апармаған жері қалмады. Еш өзгеріссіз. Амал жоқ, дәрігердің айтқанын жасап күтініп, сақтанып жүрді. 5 жылдан бері тек дәрімен жүр. Сол баяғы ауруы еш өзгермеді. Ержан мен Ақмаржанның ұлы 5 жасқа толды. Өзі жалғыз болғаныма ерке болып өсіп жатыр. Ақмаржанға ұлының жалғыз болғаны жанына қатты батты. Өйткені өзі де үйдің жалғызы, сырласатын ешкімі жоқ, баласының бауыры болғанын қалайды. Бұл шешімін Ержанға айтып еді, ұрсып шыға келді. Маған керексің, түсінесің бе? Сенен айырылып қалғым келмейді. Енді мұндай әңгімені айтушы болма, естімейтін болайын дейді. Ақмаржан бәрібір күнде ойдың үстінде жүр. Бәрібір ауырып жүрмін. Одан да ең болмағанда балама серік туып берсем деп, ешкім сөзін тыңдамай, ешкімге айтпай, не де болса тәуекел деп көтереді. Ержан да білмейді, өйткені ешкімге тіс жарып айтпайды. Қабылдап жүрген дәрісін біреуін де ішпей қояды. Іштегі баласына зияны тимесін деп. 3 айға жақындаған кезде дәрігерге есепке тұруға барады. Мұны естіген дәрігер әбден ұрсып, жаныңды ойламайтын адам екенсің. Болды, қазір барамызда алдыртып тастаймыз, саған болмайды. Бұл баланы босанатын болсан, тек біреуінді аман алып қаламыз. Бұл менің шешімім. Не болса о болсын, алдырмаймын. Қалай болса да босанамын дейді. Үйдегі ата-енен жолдасын біле ме? Жоқ, білмейді. Мен солай шештім. Оларға айтсам қарсы болатын еді. Енді не болады? Ертең жағдайын нашарлап кетсе қайтесің? Маған бәрібір, тек аман есен босансам болды. Ақмаржанды райынан қайтар алмайтын біліп, жарайды, онда менің қатаң қадағалауымда боласың. Мен не десем соны жасайсың. Ертең барлық қан талдау тапсыратын бол. Сонан соң көреміз деп шығарып салады. Үйіне келіп барлық жағдайды ата-енесіне, жолдасына айтады. Мұны естіген жақындары қыздың ата-анасына хабарласып, барлығы дүрлігіп, Ақмаржанға ұрсып, жағдайын түсіндіреді. Әкесі мен анасы жылап та жүр. Не болады? Енді алдыра салшы, көз алдында аман есен жүрші. Балана ие бол, соны өсір, үйлендір, қызығын көр. Саған не жетпейді? Ұлым бар ғой. Бірақ ешкімнің сөзіне құлағын ілмеген Ақмаржан
бір биткейлік танытып ешкімді тыңдай қоймады. Амалы таусылған жақындары көнбеске болмады. Ертесіне таң азанымен қан талдауға барып тапсырып кетеді. Бүрсі күні дәрігер хабарласады. Маған ертең тез арада кел, алдыңғы талдауларыңды ала кел дейді. Ертесіне осыған дейін тапсырған қан талдауларымен дәрігердің жазып берген қағаздарын апарады. Ары-бері барлығын қарап шыққан дәрігер басын шайқап, "Мынаны қарашы" деп қағазды көрсетеді. "Сенің 5 жылда тапсырған қан талдауының бәрі бірдей. Бірақ кешегі тапсырған мүлдем басқа адамдікі секілді. Таңданып отырмын. Ауысып кетпеді ме екен? Қайта тапсырып көрші, қайта көрейік" дейді. Ақмаржан біраз күн өткен соң қайта тапсырады. Асыға күтіп жүрген дәрігер қорытынды шыға сала қағазға шұқшиып қарап отыр. "О Алла, құдіретін неткен күшті еді. Қалайша бұлай болды? Бойына бала бітірдің де, анасына да шипа бердің." Кешке жұмыстан асығып шыққан дәрігер тіке Ақмаржанға қарай құстай ұшты. Жақсы жаңалықты естіргісі келіп тұр. Үйіне бара сала аяқ киім шешер-шешпес Ақмаржанға қарап, "Сенің қан талдауын жақсы шықты. Мұндай жағдай бірінші рет" деп таңданысын жасыра алмады. Мұны естіген Ержан да, ата-аналар да жылап жіберді. Араға 6 ай салып Ержан мен Ақмаржан қызды болды. Әп-әдемі дені сау болып туылды. Кішкентай бүлдіршін үйіне бақыт әкелді. Содан бері 3 жыл өтті. Қазір Ержан мен Ақмаржан ұлы мен қызының тәтті қылықтарына тоймай бақытты ғұмыр кешуде. Қызы тура Ақмаржанның кішкентай кезі, өзінің қылықтарымен барлығын бақытқа бөлеп жүр. Алланың құдіреті шексіз ғой шіркін. Естігенде таң қалдым. Адамнан емес, Алладан сұра деген осы шығар.